Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге тазалық таразысы бағдарламасы. Бүгін біз түсірілім тобымен Түркістан облысындағы өндірісі өркендеген, тарихы терең, табиғаты көркем Кентау қаласына келдік. Бүгін біз Кентау қаласында жүзеге асып жатқан экологиялық жұмыстарға тоқталып, тұрғындардың тазалық мәдениеті туралы сөз қозғаймыз. Кентау кеншілер қаласы ғана емес, соңғы жылдары көркейіп, жаңарып келе жатқан шаһарлардың бірі. Қаланың тазалығы мен көркі оның тұрғындардың жанашырлығы мен еңбегінің нәтижесі. Қазіргі таңда елімізде Таза Қазақстан Республикалық экологиялық акциясы кең көлемде жүзеге асырылуда. Бұл бастама табиғатты қорғауға, көшелер мен қоғамдық орындарды таза ұстауға және тұрғындардың экологиялық мәдениетін арттыруға бағытталған. Олай болса, Гүлнұр, Кентау қаласының тұрғындарының бұл игі іске қаншалықты белсенділік танытатынын бірге анықтап көрейік. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамыздың басын қысқа қайырғымыз келіп тұр, өйткені тазалық таразысы бағдарламасының Кентау қаласындағы түсірілімін сөзбен емес, іспен көрсетпекпіз. Олай болса, тазалық тренд, ал ол береке бренд деп бүгінгі бағдарламаны бастаймыз. Оңтүстік өңірлерде бұл жылы жаңбыр жақсы жауды. Соның салдарынан көріп отырсыздар, шөпте жақсы өскен. Қазір Кентауда басым көпшілігі осы шөптерді орумен, ағаштарды бұтаумен айналысады. Жасыл қала коммуналдық мекемесінің қызметкерлері бүгінде жұмысты бастап кетіпті. Қазір осы жердегі қызметкерлерден бір сұхбаттасып көрсек. Достар, шөп оруда осындай электронды орақтардың пайдасы өте көп. Қазір мына екі жігіт қызыл жұмыс жасап жатыр екен. Сұрақ көрейік. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Есімің кім біледі? Дінмұхаммед. Осы Жасыл қала коммуналдық мемлекеттік мекемесінде қанша уақыттан бері жұмыс жасайсыз? 5 күн болды. 5 күн? Иә. Демалысқа шығу барысында ма? Иә. Осы жұмысың туралы айтып берші. Өзің енді 5 күнде біраз жұмыстар істеп көрген жоқ. Қандай жұмыстар атқара деген? Жұмыс істейтінде шөп орамыз, мусор тазалатқызады. 8-де басталады да 6-та бітеді. Қиын емес пе жалпы? Бірақ жастарға қиын емес сияқты? Жоқ, қиын емес қой, бізге істей береміз ғой. Мен байқағаным, мен көп жерде осындай бағдарлама түсіріп жүрген кезде үлкен кісілер жұмыс жасайды да? Иә. Үлкен өзіміздің апа-әпкелеріміз, одан кейін көкелеріміз жұмыс жасап жүр. Сен бірінші мәрте осындай жас жігітті көріп сұхбат алып жатқаным содан ғой. Негізі айлық жағы қалай екен? Айлық жағы жақсы, күніне 7000 дейді. Күнделікті бере ма? Иә, жоқ, айлық береді, бірақ күніне 7000 жазып тұрады да. Осы Кентау қаласын таза қала деп айта аламыз ба? Өзің қоқыстарын көресің, жолдарын көресің. Жоқ. Сол туралы айтып берші. Жоқ, қатты таза деп айта алмаймын. Өйткені жастарымыз барлығы мусор тастайды дегендей жақсылық не қылмайды да. Қоқыс жәшігіне тастамасын, жеп болған затын далаға тастап кете салады. Осындай ана аталарымыз жинап жүреді дегендей ғой. Енді сондай қоқысты қандай жерлерде көп тастайды? Общение не деп айтады? Сондай жерлер ғой. Адам көп жүреді. Қоғамдық орындар. Саябақтар. Иә. Сол өзің енді осы жұмысқа кіргеннен кейін қазір тастамайтын шығарсың негізі? Мен бұрында жоқ, кезінде вообще тастамағанмын. Өйткені мамам дос жерде істейді ғой мен. Оны көрген, білген адам ғана түсінеді дейсің ғой? Иә. Сен көрсе өзі түсінеді ғой, кейін тастамайтын болады ғой. Осы сәтті пайдаланып сен өзіңнің достарың бар, қатарластарың бар, соларға не айтатын ең? Қаланың тазалығы жөнінде. Қалада мусор тастамаймыз дегендей. Тазалық ұстаймыз, өзіміз қаламыз таза қылу керекпіз. Соны айтам. Сол қоқысты ешкім сырттан келіп әкеліп тастамайды, өзіміздің өзімізден шығады ғой, не шығады? Қоқыс дегендей. Сондай ғой. Енді сен осы қаланың тазалығына үлес қосып жатсың ғой. Сол бір басқаша сезім болатын шығар негізі? Иә, болады ғой, неге болмаса. Осы мекемеде қанша уақыттан бері жұмыс атқарып жатсыз? Мен 22 жыл болды. 22 жыл болды ма? Жасыл қала басталмай жатып кірген. Қалай жұмыстарыңыз? Нормально. Жағдайлар жақсы. Айлық көп емес, но нормально уақытында берді. Енді осы сіз 20 жылдан бері жұмыс атқарған екенсіз. Кентаудың тұрғындарының тазалық мәдениеті өзгерген ба? Баяғы 5 жылмен салыстырғанда. Өзгерген. Соны айтып берсеңіз. Өзгерген тазалық. Қоқысты арнайы жәшіктерге тастай ма?
Әртүрлі адамдар бар негізі. Көшеге Кейбіреу тастап инсап барлар контейнерге тастайды, инсап жоқтар сразу лақтыра салып. Бұл сол лақтырған біз алып кетеміз. Қазір осы Кентау қаласының осы бір тұйық көшесіне кіріп көріп өтіп, 5-6 адам болғанда, мына жақта өте көп адамдар жұмыс атқарып жүрген. Тағы да бір екеуінен сұрақ көрейікші жұмыстар туралы. 20 жылдан бастап істеп келатырмын. Жұмыс қиын емес. Ауыр да болады, жеңіл де болады. Сағат 8-де біз жұмысқа шығып кетеміз. 12-де обед. Сағат 2-де қайтадан жұмысқа шығамыз. Сағат 5-де аяқты жұмыс көбейіп тұрса, шамал бітіргенше істеп кетеміз. Осы Кентау қаласының тұрғындарының тазалық мәдениеті қалай? Қоқысты жолдарға шашып кетпей ма? Нашар. Саябақтарға. Нашар. Мұсылар бәрі жаңағы контейнерлерге салмайды. Айналасына тастап кетеді. 5-ші этаждан тастап кетеді, лақтырады. Ондай көп. Күнде жинаймыз, бәрі азанда бүгін жинап кетсек, азында сол жер мұсыр болып жатады. Кейде үлгере алмай қалатын кездеріңіз бола ма? Соны мысалы көптігінен қоқыстан. Болады. Үлгере алмай қалатындар болады. Үйде қаланың ішінде сонша мұсыр бар, оның бәрін жинап шығу оңай емес. Мен ағаш кесемін, кустарник кесемін. Сол ағаш кесіп өзінде бірталай вақтымызды алады. Ағашты сол, желде құлаған ағаштарды кездестір ма? Желде құлағандарын да кесеміз, сосын заявка береді, қураған талдарын кесіңдер дейді, оны кесеміз. Апатты жағдайда тұрған ағаштарды кесіңдер, заявка береді, оны кесеміз. Енді бұл жерде істеп жатқаныма, мен қазір тазалықта істеп жатқаныма 10 жыл болды. Күннің ыстығына қарамай, суығына қарамай біз істейміз. Өйткені тазалық бәріне де керек. Сондықтан да мынау акцияға қатысамыз. Жақсы енді бұл тірліген бүкіл Кентау гүлдену керек, жақсы болу керек. Тағы не дейміз саған? Осы Кентау қаласының тұрғындарының мәдениет туралы айтып беріңізші. Қоқыстар сіздер мысалы жинап кетесіздер, көшелерің белгіленген. Сол көшелерге қанша күнде барып қайтадан жинайсыздар? Енді күнделікті жинаймыз біз. Таза болу бізге де жақсы. Халыққа да таза болу керек. Жақсы болу керек, тап-таза болу керек. Көкпенбек өстіп тұру керек. Жақсы болу керек тазалық. Мәдениетке, тазалыққа жақсы. Шашып кететін тұрғындарға не айтатын едіңіз? Урнаға тастасын, таза ұстасын, белгілеген жерге тастасын халқымыз. Тазалықты жақсылап қарасын. Бүгін өте ауқымды жұмыс болып жатыр екен, көріп жатырмыз. Осындай жұмыстарды көріп, қала тұрғындары қазір өтіп бара жатыр ма? Демалып жүр, жұмыстан қайтып жатқаны бар. Сіздерге келіп алғысын білдіріп жатыр ма? Осындай таза қала үшін. Рахметін айтып жатады. Тазалық болған сіздерге рахмет, Алла риза болсын деп бізге көбінше айтып жатады халық. Батасын беріп жатады. Одан кейін әлеуметтік желілерде белсенділер жаңағыдай кофесін, осындай ыстық күнде мороженеймен қыстың күні беріп жатады. Ол студенттер беріп жатады, халықтар беріп жатады. Мысалы, базардың нелерінде жаңа кәсіпкерлер беріп жатады. Береді. Ондай бермейді емес, береді. Оған біз рахметімізді айтамыз. Сыртта жүргенде рахметімізді айтамыз. Әсіресе қыстың күні береді, кофе береді, шай береді. Халық рахметін көп айтады. Сіздерге де рахмет, енді келіп бізге неғатқандарыңызға мың да бір рахмет. Халық ырза болсын. Кентауымыз гүлдене берсін. Жақсы бола берсін. Мынау таза қала деп ат салысып жатырмыз. Бүгін 4-5 күн болды ат салысып жатқанымызға. Біз Кентау тазалықта қызмет істейміз. Қаланы таза ұстаңыздар, өтінеріміз кез келген жерге мусор тастамаңыздар. Қаланың тазалығына ат салысып, бір кісідей ат салсыңыздар. Басқа не дейміз? Мынау уақытылы, зарплатамыз уақытылы, жағдайымыз жақсы, ай сайын аламыз айлықтарымызды. Рахмет басшыларға көп-көп. Сол. Таңғы сағат 6:30-да бастаймыз. Көшеге келем дегенше 7-де көшенің басында боламыз. 20 шақты рабочийіміз бар өзіміздің. Әрқайсының өзінің көшесі бар. Көшесін тереді. Одан кел деген баратын тазалайтын жерге 9-да жиналамыз. Сол 9-да жиналамыз. 12-ден 2-ге дейін обед, 2-ден 5-ге дейін жұмыс. Жұмыс қиын емес па?
Енді қиын болса да, қыста да, жазда да істейміз. Мен 98 жылдан бері істеп келе жатырмын осыда, бір жұмыста. Сол бастығымыз жақсы, уақытылы айлығымызды береді. Қазір біз келіп тұрған жеріміз ең көп қоқыс көп жер дейм, ә? Иә, бұл жерде адамдар өтеді. Бұны қанша тазалаймыз біз? Тастап кетеді. Қазір мысалға бүгін тазалады да, ертең келіп көріңіз, қайттан сондай болады. Кішкене тазалықты ұстаса дейміз да, ұстамайды ғой оны. Балдарын жібереді. Жастар болсын, нелер болсын, әйтеуір құлақтарына алтын сырға таза ұстаса, таза қала болады ғой. Оның үстіне мына базарымыз жақын, әкеп тастай береді ол жерде де. Тыңдамайды ғой айтқанды. Көзін көреді, көрмейді, бұл жерге қарауыл ешкім тұрмайды ғой. Біз тазалаймыз да кетеміз. Сол жұмысымыз жақсы, нормальный, уақытылы келеміз, уақытылы кетеміз. Бастығымыз уақытылы айлығымызды береді. Бәрі нормальный бізде. Төрге қаланы таза ұстаса екен дейміз да біз қалайықта. Әйтеуір тазалық болған жақсы ғой, таза жүрген жақсы. Кентауда сол 10 жыл алдыңғы Кентау мен қазіргі Кентауды салыстырғанда таза қала ма? Таза қала, Кентау таза қала, вообще таза қала Кентау. Біздің Кентауға ештеңе жетпейді тазалығына. Рабочийларына да нормальный бәрі. Жасыл қала мекеменің жалпы жұмысы қаладағы көгалдандыру, абаттандыру және санитарлық тазалық, жарық шамдар. Қазіргі таңда біз жаз мезгіліне қарай күннің тез ысуына байланысты азанда 7-де шығамыз жұмысқа. Ертерек шығып. Сосын обедте 12-де шығып, 12-ден кейін 2-де қайта жұмыс басталынады. 5-те жұмыс тоқтатылады. Енді жалпы біз мекемеде қазір 5 трактор берілген, және бір экскаватор, триаднон дейді тракторы. Сосын көшені суын шашатын ладовоз КДМ автокөлігі берілген 2 погрузчик. Қазір құда қаласа... Бір сөзіңізді бөлейік, кешірім сұрап. Мен біраз аудандарды барып түсіріп келіп жүрміз да. Сіздер экскаваторлар жалға аласыздар ма, әлде қалай? Жоқ, бұл... Техникаларыңыз өте көп екен. Техникалардың бәрі облыстан берілген бізге, Трансу мекемесінен. Біздің мекеменің қазір балансында. Кентау қаласының әкімдігі сол жақтан келісім шартқа тұрып, бізге техникалардың бәрі қамтылды. Техникалардың бәрі жаңа. Сол техникалар кегел бері жұмысымыздың тиімді, тиянақты жұмыс жүргізілуіне қатты үлес қосып жатқан жағдай бар. Енді жалпы қаламыз өте керемет көрікті, жаңа көріп жатсыздар. Қала тұрғындары да, ақсақалдар да бәрі ат салысып жатыр. Ат салысу мақсаты өзіміздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы бағдарламасындағы Таза Қазақстан акциясына тұрғындар да бәрі ат салысып жатыр. Біз өзіміз тұрақты күнделікті жұмыс Таза Қазақстан акциясымен жұмыс жасаймыз. Және көп қабатты тұрғын үйлермен жер үйде тұратындарды шақырып, оларда бірлесе отырып жұмыс атқарып келе жатыр. Енді жалпы Кентау қаласының тұрғындарының тазалық мәдениеті 5 жыл алдыңғымен салыстырғанда қазір өскен ба? Иә, енді ол кезінде өзінің тазалығы болды. Қазір еселі тазалыққа деген ой өрістері, мәдениеттілігі ерекше асып жатыр. Тағы да бүгінгі істеп жатқан объектілеріңізде базарға жақын болғаннан соң ба қоқыс көп екен, е? Оны кімдер тастап кетеді? Жалпы мынау құрылыс жолдың арғы бетінде құрылыс қалдықтарынан қалған қоқыстарды көріп қалдым. Оларды кімдер тастайды? Енді біреу тастайды деп айтуға болмайды. Қазір қаламыз кәсіпкерлер дамып жатыр, қаламыз кеңейіп жатыр, қала тұрғындарының саны да көбейіп жатыр. Соған байланысты шағын кәсіптер айналысып жатыр. Өздері енді сол жұмыс барысындағы строй материалдары пайдалану кезінде адам болғаннан кейін болады. Бірақ өздері біз ескертеміз, тұрғындар бәрі өздеріне керек кезінде пайдаланып, керек емес қалдықтарын өздері шығарып жатыр. Соны тұрғындарға тағы да түсінікті болсын.
Ол кісілер арнайы полигонға апарып тастау керек қой, Арнайы полигонға апару керек, арнайы Қай жерде орналасқан? Ол біздің Кентау қаласының шыға беріс жерінде Қантағы бағытындағы жолда орналасқан. Сол жерге жаңа құрылыс материалдарынан шыққан қоқыстарды қалдықтарды апарып тастау керек, міндетті түрде. Сіздер де енді осы техникаларды пайдаланып, сондай қоқыстарды өздеріңіз артып жүрген кездер болды ма? Енді кей жағдайларда екінші топтағы инвалидтердің кәсіппен айналысып жатып, соларға енді адами тұрғыдағы көмегімізді көрсеткен жағдайлар болады, орын алады. Себебі енді президентіміз айтты ғой, кәсіпкерлерді қолдау керек деп. Ол әрбір кәсіптің келешектегі елімізге қосатын үлестері көп. Ол бір кәсіп ашатын болса, 3-4 адамға жұмыс болады. Жұмыс болғаннан кейін біздің экономикамыз ары қарай дамуына көптеген себептер жетті. Аға, енді естіп жатырмыз, жаңағы орташа айлық 185 мың ба? 185 мың. Бәрі бір деңгейде ала ма, әлде қалай ол? Енді бізде көгалдандырушы, сыпырушы бар. Әрқайсының айлықтарының нелері, деңгейлері әртүрлі. Жүргізушінікі басқа, электрикті басқа, талғыр қатын шөп оратындардың әрқайсының өзінің бекітілген нелері бар, солмен сай алады. Ал мынау көп жерде байқағаным, жастарды жұмысқа тарту қиынға соғып жатады екен, бірақ сіздің жаз мезгілінде қазір бір 2-3 жас жігітті көрдім жұмыс жасап жүрген. Оларды қалай тарттыңыздар жұмысқа? Көбісі бас тартып жатады екен да жұмыстан. Жалпы қазіргі жастардың бізде жасыл ел бағдарламасы бар, сонымен келіп жатқан жағдай бар. Және өз еркілерімен келіп жұмыс жасап жатқандар да бар. Енді менің өзім пікірім, әрбір азамат өзінің тұрып жатқан тұрғылықты жерменен еліне қызмет жасау міндетті деп ойлаймын. Кентау қаласының тұрғындары, қонақтары, қала өзімізге. Сондықтан әрқайсыларыңыздың тазалыққа деген Таза Қазақстан акциясына, бағдарламасына үлес қоссаңыздар, қаламыз одан сайын тазарып, одан сайын көркейе түседі деген ойдамын. Барлықтарыңызға рахмет. Әр адамның өзінің парызы ел алдында. Өзінің жергілікті тұрғылықты жерін тазалап отыру, және де қалаға қоқыс тастамаса? Қоқыс тастамау әр адамның парызы деп ойлаймын. Міне, құрметті көрермен, Кентау қаласындағы ауа райының әртүрлі құбылмалығына қарамай, Кентау қаласы жастар ресурстық орталығының жастарымен Кентау қаласында өмір сүретін тыл ардагерінің үйіне жастармен асарлату айдарына келді. Біз осы тыл ардагерлеріне, қарттардың үйіне, және де осы әлеуметтік жағдай төмен отбасыларға барып, үйлеріне осындай көмектесу жұмыстарын жүргіземіз. Ең алдымен бізге еріктілік жұмыстар осы өзімізге жақсы үлгі ретінде әлеуметтік желіден көреміз ғой, жалпы адамдар бір-біріне көмектесіп жатыр. Біз де солардан үлгі алғымыз келеді, солардан үлгі ретінде көріп, біз де осындай тазалық жұмыстарын жүргіземіз. Сонымен қатар қазір осы Қазақстан елімізде Таза Қазақстан экологиялық акциясы жүруде. Біз де осы Таза Қазақстан экологиялық акциясына тұрақты түрде өз үлесімізді қосып жатырмыз. Сонымен қатар осы тек қана үйлерде емес, сонымен қаламыздың тазалығына да атсалысып жатырмыз. Сонымен қатар плогинг сайыстарын ұйымдастырып жатырмыз, сенбілік жұмыстарын жүргіземіз. Осы тазалық бізге деген осы тәртіп береді дегендей. Жалпы мен волонтер болып жүргеніме 1-2 жылдан асты уже. Сол 1-2 жылдан бері осы волонтерлық жұмысты атқарып келе жатырмыз. Осы қаламыздың тазалығына сонымен қатар осы волонтерлық қызметте тиісті үлесіміз қосып жүрміз. Мен осы аптасына 2-3 рет шығамын осындай тазалық бойынша. бір жыл ма, 1 жарым жылдай оқытты. Осы ата әжелердің үйіне барып, көмек беріп, қолымыздан келгенше. Үсіп, есің алдының үйлерді тазалап, көмек беріп жүріп қой. Біздің еріктіміз осы жастарға не болсын деп, үстіп видеоларға түсіп, кеңдер, ата әжелердің үйіне барып көмек берейік деп, үстіп видеоларға түсіп жүреміз ғой. Үлгі көрсетіп жүреміз ғой. Кентау қаламызда жалпы 28 мың жасымыз бар біздің. Жастар орталығында қазір біздегі ерікті жастарымыз 50-ден көп қазіргі таңда. Демалысқа шығып кетті. Қазір қалғаны 50-де жастарымыз бар бізде қазір. Бізде осы қаланың тазалығына, Таза Қазақстанға үлес қосып, бізде аптасына 1 рет осы плогинг бізде сайысы болады. Одан кейін бізде 1 күн кәдімгі сенбілік күні өтіп тұрады, аптасына 2 рет.
Иә, жалпы бізде қаламызда 6 колледж бар, 23 мектеп бар. Сол 6 колледжден бізде 23 мектептен құралған ерікті жастарымыз бар. Қазіргі таңда біздің еріктілеріміз өзі жаңа жүректен жүрекке акцияларымыз бар. Жаңа мейірімділік жүректен басталады деген осы бізде тыл ардагерлері бар. Жаңағы қаламыздағы үлкен ата әжелердің үйіне көмектесуге бізде қазір күннен күнге жастардың өздерінің үлесі артуда. Бізде көрген 1 жас, 2 жас уже көбейіп келе жатыр бізде қазіргі таңда. Иә, бізде өз еріктерімен кәдімгі біздің жастар өздері келеді. Бізде жаңағы паркта бізде аллейкаларымызда тұрған мүсіндер бар. Олар ерікті түрде өздері ешқандай тапсырыссыз бізде шығып айына бір тазалық жұмыстарını жүргізіп, бізде қаламызда тазалайтын жасыл қала мекемесі бар, Кентау деген. Сол жердегі апалармен бізде ерікті түрде шығып, жастар өздері тазалап тұрады. Мына жерді біз барып тазалап келейік, рұқсат бересіздер ме? Өйткені мына жер лас болып кетті. Бізде мына ескерткішті барып тазалап келейік деген. Бізде ерікті жастар өздері ерікті түрде шығып тұрады. Қазіргі таңда бізде өздеріңіз білесіздер, бізде жанымызда Қантағыда Қаратау қорығы бар. Біз қазіргі таңда Қаратау қорығында жастар фест, асарлас деген бізде іс-шаралар ұйымдастырудамыз. Бізде арнайы іс-шара ұйымдастырылды, Тауфест деген бізде арнайы іс-шарамыз ұйымдастырылды. Сол тауда бізде Қаратау қорығында үлкен іс-шара өтеді бізде алдағы уақытта. Алдағы уақытта енді бізде қазір оқушылардың, студенттердің барлығы демалысқа шықты. Қазір енді жаз мезгілі барлығы аулаларда кәдімгі әркім өзі ауласыны таза ұстау мақсатында біз апта сайын плогинг сайысын ұйымдастырудамыз. Ол жерде кәдімгі қала тұрғындары, жастары, үлкен кісілер барлықтары өз еріктерімен шығып, қазір өз ауласын тазалауға үлес қосуда, біздегі барлығы атсалысуда, біздегі ерікті түрде өздері шығып, өз аулаларын тазалауға жатыр бізде. Алдада енді осы демалыс біткенге дейін жалғастыру жоспарымызда бар, біздің еріктілермен бірге. Міне, құрметті көрермен, Кенді шаһардың еріктілерімен жастармен асарлату айдарын аяқтаймын. Жалпы мен әр бағдарламада айтып жүрем, қоғамда тазалықты тек үлкендер ғана жасау керек деген қатып қалған қағида жоқ. Дәл осындай жастарымыз еліміздің таза болуына, еліміздің дамуына атсалысып жүр. Әуелі ата-ананың бұл балалардың біреуі де жинамайды дедім. Себебі мен мына домда тұрамын ғой. Мына жердің бәрін шашып кететін осылар. Ана көктің үстіне секіріп жатқан балаларды талай көрдім. Анау площадканы көрдіңдер ғой, темірдің бәрін айырып тастаған. Шаршап кеткен мен. Ана боковойымды лестницадан шығып, таблом бар ғой әдісім, соны теуіп жатқан баланы да көрдім. Түсіре алмадым бірақ та. Мен енді бұдан кейін түсіріп аламын дедім. Қазір сол көршілеріңіз бәрі көреді ғой, таратамыз осы нені. Иә. Сол көршілеріңізге не айтатын едіңіз? Не көршіге айтар едім, тазалық сақтау керек. Жаның ашу керек. Мен қазір пенсиядағы 70-тен өткен адаммын. Мен оны қатты қадағалайтындығым. Қазір балаларды емес, баланың ата-анасын тәрбиелеу керек. Ана көктің үстіне секіргенде мәссаған дегенді көрген мен. Шыңғырып тоқтадым қазір. Қойшы маған ненің азап дейін сауымды құрт деп. Бәрі келіп түнде кеп отырып ішіп тастап кетеді мусорын. Оған қашан келе бересің? Жалпы енді өздеріңіз білесіздер, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы 2024 жылы Таза Қазақстан акциясын бастап берді. Содан бері қарай біздің қаламызда да тазалық акциялары, түрлі іс-шаралар ұдайы әр сенбі, жексенбі күндері өткізіледі десем қателеспеймін. Биыл 2026 жылы, жылдың басынан бері қарай бізде 30-ға жуық Таза Қазақстан акциясының аясында іс-шаралар өткізілді. Бізден жаңа айтып өттім ғой, әр сенбі күні өзіміздің басты көшелерімізде, одан бөлек саябақтарымызда түрлі тазалық акцияларын ұйымдастырып тұрамыз. Одан бөлек өздеріңіз білесіздер, көктем күзде бізде ағаш отырғызу маусым болады. Сол уақыттарда біз осы қаланың басты кіреберіс көшесіне биыл, одан бөлек Қонаев көшесіне 6000-ға жуық ағаш көшеттерін отырғыздық. Күз мезгілінде де 15000-ға жуық ағаш отырғызамыз деп жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда өздеріңіз қаланы аралап жүрсеңіздер, көрген боларсыздар. Бізде қалада жалпы 50-ден аса көпқабатты үйлердің аулалары бар. Соның биылғы жылы жоспарымыз бойынша 33 ауланы абаттандыру жұмыстарын бастап кеттік. Онда жаңағы үлкен кісілерге және жас балаларға арналған ойын алаңшалары болады. Соның ішінде көгалдандырылар.
барлығы осы жаңағы акцияның аясында мынау тұрғындарға жайлы орта қалыптастыру мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар, соның барлығы. Биыл сол 33 ауланың барлығына облыс тарапынан қаражаттары тиісті бөлінетін болса, сол жұмыстардың барлығы жылдың соңына дейін аяқталатын болады. Қазіргі таңда 5 ауламыз басталған. Сол 5 аулада тиісті абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бізде енді Таза Қазақстан өздеріңіз білесіздер, ол бір реттік экологиялық акция емес. Ұдайы мынау әрбір елдің азаматының туған жеріне деген жанашырлығы деп есептеймін. Сондықтан да біз тек қана жұмыстарды жүргізіп қоймай, өзіміз тұрғындарға да түрлі түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, тұрғындардың да өздерін тарта отырып акцияларды ұйымдастырып жатырмыз. Қазірдің өзінде тұрғындар қазір бір-біріне челлендж жолдап, Кентау қаласының өзінде аулаларда түрлі бастамалар көтеріп жатыр. Ол бағытта да біз түсіндіру бағытында да жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Жалпы сенбілік өткізген кезде біз барынша тұрғындарды тартуға тырысамыз. Ол енді әрбір азаматтың өзінің ауласынан басталу керек. Сондықтан қаланың тазалығы бір бөлек, ал енді жеке сектордегі тұрғын үйлердің тазалығы бір бөлек. Сондықтан біз тұрғындармен де көптеп жұмыс істейміз бұл бағытта. Одан бөлек бізде енді Таулы аймақ қой, өздеріңіз білесіздер. Мынау Қантағы аулымыз бар, туризммен қазір дамып келе жатқан. Сол Қантағыда, басқа ауылдарда да біз мынау өздеріңіз жаңағы көп болдыңыздар ғой, блогинг дейміз ғой. Жарыса жүріп жаңағы нені жаңағы қатты қалдықтарды, тұрмыстық қалдықтарды жинау. Ол бағытта да бізде түрлі іс-шаралар ұйымдастырып тұрады. Жастармен бірге, одан бөлек қала әкімі Жандос Қалмырзаұлының бастамасымен осы 2 апта бұрын сол туризм аймағында сондай үлкен іс-шара өткіздік. Қалада да өткізіп тұрамыз, түрлі ынталандыру іс-шараларын өткізіп тұрамыз. Бұл жерде жаңағы балаларға әртүрлі балмұздақтар, ойыншықтар таратып деген сияқты. Сондай бір ынталандыру жұмыстарында қатар алып жүрміз. Жалпы алған кезде президентіміздің Таза Қазақстан акциясының аясында көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Тиісті техникалар да алынды алдыңғы жылы. Осы күнге дейін Кентау қаласында көптеген жаңағыдай қатты қалдықтар жинайтын, тұрмыс қалдықтар жинайтын көптеген техникалар болмаған. Қазіргі таңда бізде қазір көшені жуатын машиналар алып жатырмыз. Одан бөлек түрлі техникалар алып, осы қаланың тазалығын қамтамасыз етіп отырмыз. Оның барлығы осы тұрғындарға жайлы орта қалыптастыру, тұрғындарға жайлы болу үшін жасалып жатқан жұмыстар бар. Бізде соңғы рет өткізген ол акциямыз, ол мына жердегі жастар паркі дейміз, жастар саябағында өткізілді. Қала әкімі өзі сол жерде болып тазалық жұмыстарын үйлестірдік, әктеу сұрлау жұмыстарында. Жалпы енді сіз айтып отқан енді көп қабатты үйлердің аулалары бізде кезекпен тазаланады. Күнде мысалы күнде алу мүмкіндігі жоқ, бізде өткен қызметкерлердің саны аз, сондықтан да бізде өзіміз график қойып қойғанбыз, сол графикке сәйкес алынады. Ал енді бізде 2 мекеме бар. Біреуі Жасыл қала мекемесі. Ол Жасыл қала біздің әкімдіктің қаржыландыруында тұрған мекеме. Ол мекеме жаңағыдай қаланың ішіндегі санитарлық тазалық қамтамасыз етеді, аулалардың тазалығын қамтамасыз етеді. Ал енді екінші мекемеміз бар, ол бізге қарасты емес, Кентаужан деген мекемесі. Ол мынау тұрғын үйлерден шыққан жаңағы қатты қалдықтарды, тұрмыстық қалдықтарды олар полигонға тасиды. Олар сол үшін қаржы алып отыр. Оған соның тарифта бекітілген. Жалпы алған кезде енді сіз қай көп қабатты үйді айтып отқаныңыз білмеймін, бірақ біз сол графикке сәйкес кезекпен кезек соны алу жұмыстарын үйлестіреміз. Қыстың күні КамАЗ техникасы, қыстың күні жаңағыдай қарды тазалайды. Одан бөлек астында өзінің щеткасы болады, қаланы жуатын. Одан бөлек поливной алдында шашатыны болады. Сол техниканы алғанбыз. Одан бөлек біз тракторлар алдық. Бұл тракторлерді біз тек қана қалаға емес, бұл ауылдарға да бөліп бердік. Өйткені бізде 4 ауылдық округ қарайды ғой. Біз Ашсайға біреуін бердік, одан кейін Қарнақ ауылына біреуін бердік. Енді Байылдырмен бізде Қантағы ол жақын, сондықтан оның жаңағыдай тазалауын оны өзіміз жіберіп отырмыз осы жақтан. Жалпы алған кезде ол жаңағыдай трактор болсын, жаңағыдай бір Қытай көлігін алдық. Ол техникада жұмыс жасап жатыр қазір. Оны не үшін біз алдық? Өйткені бізде көп қабатты үйлердегі кіру ыңғайсыз болған нелерге, ауылдарға сол мақсатта оны да алғанбыз. Жалпы алған кезде техникалар жұмыс жасап жатыр, барлығы жаңа. Енді бәрібір қажеттілік
жоқ емес, ол жасырын емес, бар. Бірақ бюджеттің тапшылығына байланысты қазір жылға жыл жайлап аламыз деген жоспарларымыз бар. Келесі жылға да жоспарлап отырмыз. Алатын болсақ, техникамен толықтай қамтамасыз етеміз қаланы. Жұмыс ол тоқтаған емес, тазалық ең басты байлық дейді ғой. Сондықтан тазалық жұмысы болмаған жерде ол ешқандай өмір де болмайды. Ол тазалық біздің өмірімізбен тікелей байланысты ғой. Сондықтан жаңа айтып өттім ғой, тазалық ол Таза Қазақстан енді бір реттік акция емес, ол әрбір азаматтың өзінің еліне деген жанашырлығы деп ойлаймын. Сондықтан осы сәтті пайдаланып, енді барша мынау тұрғындарды, Кентау қаласының тұрғындарын және мынау ауылдық округтер тұрғындарды осы акцияға белсене шақыруға, атсалысуға шақырамын. Біз үнемі айтып келе жатырмыз, осы акцияға қатысыңыздар, белсенді болыңыздар деп. Алдағы уақытта қаланың тазалығы ол барлығымыз үшін керек қой. Сондықтан барша тұрғындарды осы акцияға белсенді атсалысуға шақырамын. Ыстырғанда әлдеқайда жоғары. 2024 жылы басталды ғой акция. Президентіміз акцияны жолдады. Кейін бағдарламалып, үнемі біз бағана сұхбаттың басында айтып өттім, әр аптасында сенбі күні осы тазалық жұмыстарын ұйымдастырып келе жатырмыз. Әр аптада әртүрлі жерлерді істейміз біз. Тек қана көшелер емес. Көктем күзде таулы отырғызу болатын болса, көшет отырғызу. Бір күні бір паркті істейміз, көшелерді істейміз, жаңағыдай арам шөптерді жұламыз деген сияқты. Соның барлығына мына тұрғындарды тартып жатырмыз. Жаңа өзіңіз айтқан мәдениет алдыңғы осы 2 жыл салыстырғанда тұрғындардың осы тазалыққа деген көзқарасы, мәдениеті ол көтерілгені байқалады. Өйткені біз өзіміз жүрген жерімізде мусор көрсек, оны алып жүреміз. Тұрғындардан да мен өзім байқағам, көшеде көп жаяу жүрген кезде, аралап жүрген кезде тұрғындар жаңағыдай жерде жатқан қалдықтарды көрсе, алып тастап отқандарынан да куә болғам. Соны бала шағасына да үйретіп, немерелеріне үйретіп жүреді. Біз енді қазір жасанды интеллекттің дамыған заманы ғой, өздеріңіз білесіздер. Біз осы Кентау қаласының өзінде әртүрлі жасанды интеллектпен осы түрлі бейнероликтер жолдап, осындай қоқысты арнайы орынға таста деген сияқты түрлі бейнероликтер жолдап, оны халыққа да осы бізде чаттар бар Кентау қаласында. Көп 1000 адамнан отыратын чаттар бар. Коммуналдық осы мәселелерге байланысты. Сол жаққа да өзім үнемі жауап беріп, тұрғындардың осы тазалық бойынша қандай мәселелер болса, сол жаққа да тастап отырамын. Жалпы алған кезде жұмыстар жүйелі, тұрақты жүріп жатыр. Алдағы уақытта да бұл жұмыстар жалғасатын болады. Қадірменді көрермен, біз қазір Кентау қаласы Абай 5 мекен жайында балалар алаңшасында тұрмыз. Бүгін біз әдеттегідей тазалық балалар көзімен айдарын осы жерде өткізбекшіміз. Балалар қазір ойнап жатыр. Осы ауладағы қоқыстарды балалар жинаған қаптарын осы жерге әкеліп өткізеді. Кім көп жинайды, соған арнайы сыйлықтарымыз бар. Балалар, сендер ойынға дайынсыңдар ма? Иә. Осы аулада негізі қоқыс бар ма, жоқ па? Бар ма? Кім тастайды оны? Өздерің тастайсыңдар ма? Өздерің тастаған қоқысты қазір өздерің жинайсыңдар. Одан кейін, дәл осы бағдарламадан кейін, осы аулаға қоқыс тастамайсыңдар. Болды. Онда қазір ойын шартымен түсіндіріп кетейін. Сендерге 10 минут уақыт беріледі. Мына қапшықтарды беріп шығам. Кім көп қоқыс жинайды, соған арнайы сыйлығымыз бар, Қатты тазалайында бір жерге құлап, бір жерлерін сындырып алмаңдар. Главное, асықпай, әдемілеп тазалап қойыңдар. Давай, балалар, дайынсыңдар ма? 1, 2, 3 уақыт кетті. Достар, міне 4 минуттай уақыт болып қалды. Балалар әлі келген жоқ. Байқағаным, қаптары қатты толып отқан сияқты. Сапар? Өздері көтере алмай қалмаса болды. Міне құрметті көрермен, әріптесім Сапарға келдім. Мен жастармен насарлату айдарын аяқтап. Қалай өтті? Өте жақсы өтті, тамаша өтті. Аталардагеріне көмектесті. Ал сіздің тазалық балалар көзімен айдар қалай болды? Біздікі өте тамаша болып тұр. Күн қазір бұлтты болып тұр.
балалар да өте жақсы қоқыстар жинап жатыр. Айта кету керек сияқты, мен жолда келе жатқан кезде бір шама қоқысты байқадым. Енді қазір балалардың қабының қаншалықты ауырлығына қарап білеміз, е? Мен де байқағаным, Кентаудың орталық көшелері, жаңағы қаланың ішінің бәрі таза болғанымен, дәл осында үйдің ауласында көп қоқыстар тастайды екен. Енді тұрғындар осы бағдарламаны көріп, одан кейін өз бағасын беретін шығар. Қадірменді көрермен, міне біздің бірінші қатысушымыз да келіп қапты. Бұл жігіттер міне үшеуі бірігіп бір қап қоқысты толтырыпты. Жігіттер қалай болды ойын? Өте күшті. Ентігіп қалыпсыңдар, Иә. Мусорға жүгірдік қой. Енді мен бір сұрайыншы сендерден. Басым көпшілігі қандай қоқыстар тастайды деген тұрғындар? Көбінесе нелер? Чипси, кирешки. Көбінесе нелер тастайды? Шишаларды, нелерді пиваларды тастайды, сол жинап. Енді бүгін сендер осы қоқыстарды жинайтын коммуналдық қызметкерлер бар ғой? Иә. Күнделікті таңертең жинап кететін. Сол кісілердің жұмысын өздерің сезініп көрдіңдер ме? Оңай емес пе екен? Жоқ, оңай емес екен. Оңай емес екен. Енді сендер алдағы уақытта өздерің көмектесіп қоқысты тазалайсыңдар ма? Иә. Негізі осы қоқыстарды қоқыс жәшігіне тастасаң таза тұрады ғой негізі аула? Иә. Ал қоқыс жәшігі толып кеткендер болды ма? Иә, болды. Иә, болды. Енді осы өзің балалар достарыңа не айтасыңдар? Қоқыстарды шашпай урнаға тастап жинап соларды. Болды. Сол. Өз ауламызды өзіміз тазартайық. Бірінші тұрғандар мына жерге тұрамыз. Бірінші тұрғандар. Екінші келгендер. Сендер қандай топ? Мен ғой екінші. Сен екеуің, ат есімің кім? Әлибек. Әлибек бастаған топ міне екінші болып келді. Сенің Әлибек қабыңды бір көре салайыншы, қандай қоқыстар? Картондар екен, Астында көп. Астында да қандай қоқыстар бар тағы? Жоқ, ашпай-ақ қой, айта бер өзің көргеніңді. Қағаз толы, шиша бүкілін тастай берген, ұсынған бүкіл тастай берген. Енді осы ойыннан кейін сен тұрғындарға өзің не айтатын ең? Қоқыс шашпау керек. Деп ойлаймын. Өзің осы жерде тұрасың ба? Иә. Өзің негізі тастаған кезің болды ма? Жоқ. Бір досым біледі өзі. Мен бір досым біледі өзі Мұхаммед Али. Мұхаммед Али ма? Мен ғой. Қазір. Бізде міне екінші келген топ мына жаққа тұрады. Кетіп қалмаңдар, бірге қатармен тұрыңдар, сатасып кетеміз. Бізде міне үшінші. Сен өзің ғана тердің ба? Иә. Есімің? Ислам. Ислам, жасың нешеде? 13-те. Нешінші сыныпта оқисың? 9-ға өттім ғой. 9-шы сыныпқа ма? Тамаша. Осы қоқыстар, халық қандай қоқыстар тастайды екен? Өзінің үйіндегі қоқыстарды аулаға алып шығады екен. Аңғарсаңшы мені? Өңшең. Өзінің үйіндегі қоқыстар бар ма? Урнаға да толтырып тастаған ба? Иә. Не айтатын ең сен осы қоқыстарды көріп сол тұрғындар? Өз аулаңды таза ұстамасаң өзгеге не сенім дейді. Тағы жас балдарға не айтатын? Өзің мысалы ойнап жүрсің ғой? Көресің ба жастардың жаңа қолданған заттарын тастап кеткен? Иә. Не тастап кетеді? Өздерінің энергетик ішкендерін, сондайларын тастап кетеді. Оларға не айтамыз? Таза ұстаңдар өз елдеріңіз. Болды. Үшінші болып тұрайық. Шатасып кеттіңдер. Бізде төртінші болып. Сендер келдіңдер ме? Сендер келдіңдер ме? Точно ма? Табалдарыңыз? Бір-екі мұсыр жатыр. Бір-екі мұсыр ма? Алып келсең болады саған ұқсат. Мұсырды әкеп қапқа салыңдар. Сен тобыңдағы бала ма? Сендер үшеусіңдер ма? Иә, үшеуміз. Сендер осы топтың атын не деп қоятын ендер? Өзіміздің атымызды Жасұлан деп қойсақ. Жасұлан деп, Менде бір ұсыныс болып тұр, тазалық сақшысы деп қойсақшы. Болады тазалық сақшысы, иә. Есімің кім? Үнжу. Үнжу, нешінші сыныпта оқисың? 6-ға оқыдым, 7-ге өттім. 7-ге өттің ба? Иә, 7-ге өттім. Бүгін сен қабыңа қарап толып кеткен екен. Иә. Бәрін қайдан таптың? Ана бір жерлерде көбінесе мұсыр тастап сол жерден алдық. Сол жерден алдыңдар ма? Иә. Кімдер тастайды негіз? Байқайыпсың ба тастаған? Байқаймын, иә, көбінесе жастар, кішкентай балдар жасап тастайды. Және олар көбінесе сіріңкелермен ойнағандарын көремін. Сосын жинадым. Осы ауланың тұрғындарына, жалпы Кентау қаласының тұрғындарына не айтатын ең? Яғни мұсылар төкпе, өз қаласын өзін таза ұстасын деп кеңес беремін. Болды, сендер
мына жаққа тұрып алыңдар. 4-ші қоясыңдар, а? Тұрып алыңдар. Так, сен осы топта біздің міне жас ұлан еді, топтың аты қандай? Тазалық сақшысы тобында міне ең кішкентай бүлдіршін, жасыңыз нешеде? 5-тесіз, а? Есіміңіз кім? Абдулхамид. Ана қаптағы қоқыстың қанша онсыз салдыңыз? 15. 15 қоқыс салдыңыз ба? Оны кімдер тастайды негіз? Білмейсіз ба, көрмегенсіз ба тастағандарды? Негізі қоқысты қайда тастау керек? Мусорка. Мусоркаға тастау керек ба? Жалпы балаларға не айтатын ең? Қоқыс туралы. Мусорға салыңдар, жерге тастамаңдар. Тағы? Бүгін ойын қалай болды? Күшті. Болды ма? Сендер жеңіске жете аласыңдар ма? Бананды жеп, оны қай жерге тастадың? Қабығын. Мусорка. Жолға тастап жүрген жоқсың ба? Үйге тастадым. Үйің мусорына тастадым ғой. Тамаша. Молодец. Сәттілік. Енді бізде соңғы топ. Бар ма әлі? Нақа тұрыңдар. Сендер, бізде 5-ші топ. Науғайды. Есімдерің кім? Олжас, Муслим, Мұхаммадали. Мен Мұхаммедали. Сендер топтарыңның атын не деп қоятын едіңдер? Егер топ осы үшеуің топ болсаңдар, команданың атын не деп қоясыңдар? Әдемат па? Әдемат деп қоясыңдар ма? Ой, тамаша. Мына қоқысты толтырып жүрсіңдер ма? Қаяқтан білдіңдер ме? Ана, мұсыдан алып келдік. Қандай қоқыстар тастайды екен? Сендерге мектепте айта ма мұғалімдер? Қоқысты қай жерге тастайтындарыңды үйде айта ма? Айтып берші сол туралы. Нау айтады. Үйдегі мұсырларды үйдегі әрселер мұсырға саламыз. Осы жердің бәрін құда жасаған. Сон біз таза істеп жүріміз керек. Сен сонда тазалықты сақтау керек деп айта ма? Үйдегілер? Иә, мамам айтады. Мамаң айта ма? Бүгін енді қандай қоқыстар көп екен? Сен бәрін көріп жинап шықтың ғой? Шиша, қағаз, шепшейдің қағазы, тас болмайды ғой. Тас болмайды. Қоқысқа қаласып қалмадыңдар ма? Басқа балалармен? Аяқтағы мұсыларды алайын десек, дауағалар атта оны алмаңдар. Неге? Сол? Шетінен алып. Шетінен ба? Бірақ сендер соның өзі толтырып тастапсыңдар. Молодец. Сендер ажаға тұрыңдар. Асықпа қазір өлшем өзін. Оружие таратамыз. Кім көп? Соңғысы болды, соңғысы. Есімің кім? Арсен. Арсен. Арсен, сен қайсы екі қап қоймайсың? Жоқ, үшеу. Анау мен үшеуміз командамыз. Үшеуміз жүрейін. Ол жігіт бөлекпін деді ғой бағана. Білмеймін. Бөлек команда болып кетті уже. Қойыңыз? Иә. Онда сендердің екеуің бір бөлек болыңдар, ә? Көреміз, қан? Көріш ме? Мына ауыр ғой, тас жоқ ба ішінде? Былай қайдам, міне. Чисто пластмасс. Чисто шиша. Ой, шиша көп екен, ә? Вот шиша. Тас сияқты ауыр екен, да? Ой, шын айтам, тастамадым, еркекше. Болды. Тоқта, енді осы тазалық туралы осы Кент ауданының тұрғындарына және осы ауладағы тұрғындар балаларға не айтатының? Қараш өте көп сияқты. Бұяқта көбінесе шиша, пиво сондайдікі, және де көбісі үлкен кісілер темекі шегеді, соның темекінің қабығы бар. Және де андай мини соктар болады ғой, сондайды кішкентай балалар тұрады, бомба сияқты бір атады, и соны тастай салды жерде. Сол жерде тұрады. Солдай көп таптық біз. Сен енді осы ойыннан кейін балаларға тазалық жөнінде айтып жүресің ба? Иә. Не деп айтасың? Типа тастамаңдар қоқысқа тастаңдар деймін, жәшікке. Менде көбінесе шиша және коробка сондайлар. Осы қоқыстардың бәрін кім тастайды? Өзіміз тастаймыз. Тастаған оңай, бірақ жинаған қиын. Сол секілді. Өте дұрыс айттың. Бұдан кейін енді осы ойынның әсері бола ма таза ұстауға? Иә.
өзін жинағаннан кейін өзіне сезіледі да, біреудің тастап жатқанын көресің дағыны, тастама деп айтасың, өз жинамағансың, білмейді қандай екенін. Тамаша, болды, мына жерге тұрамыз. Достар, біз енді бүгінгі ойынымызды қорытындылаймыз. Бізде бірінші келген тартамыз. Есімдерің кім еді? Менікі Бақа. Бақаны кім айтады? Бақыт па? Бақтияр. Бақтияр бастаған жігіттер 2 келі 120 грамм. Кетті біріншісі. Қошеметтеп отырамыз кән. Так, екінші бізде. Міне, екінші жігіттер. Есімі кім еді? Әлібек. Әлібек бастаған топ бізді 1 килограмм 600. 1 келі 600 грамм. Тамаша. Біз үшінші. Мен. Бір жерге жинаймыз қаптарды. Өлшенген қаптарды бір жерге жинаймыз. Кім өлшеп қойды? 200 грамм. Достар, міне, қазір біз барша аудандарда осы ойынды ұйымдастырып жүрміз. Менің есебім бойынша ең көп шыққан 6 келі 125. 10 минуттың ішінде осындай 6 келі қоқыс жиналды. Үнжі бастаған топ бізде 2 келі 200 грамм. Тамаша. Мынау жеңіл болса да, мына көрермендерге көрсете кетейік. Нағыз қоқыстар ғой мынау. Көшеде шашылып жататын. Жел болса бұл ұшады, Тамаша. Кімдікі? Мына жігіттер келеді, мен бара сұхбат алдым. Мына жігіттер. Мына кішкентай бүлдіршіндеріміз. 4 келі 400 грамм. Қалай көтеріп келдіңдер шөң? Солай. Қалай осы солай көтердік? Арсен бастаған топты көрейік. Арсендікі жаман ауыр бұнкіші. 8 келі 650 грамм. Бағана 6 келі де, бірінші орын мына жігіттер болып тұр ғой үшім. 8 еще 10 болды ағай. 10 килограмм ағай. Сенден Қанша болды бағана ақсы? 8-де алды. 8-де. Ошым 11 қой, 11 келі болып тұр ғой. Арсен бастаған топтыкі. Сендерді ек қап па? Иә, аяқ. Өте тартыс өтіп атыр ойын. Қазір міне 3-те 2. Есім кім еді? Аян бастаған топ. Мынау жеңіл болса да бірақ енді қоқыстар көп екен. 1 келі. Жалпы 4 келі болды. Ойын болғаннан кейін бізде жеңіске жеткен бәрібір анықталу керек. Бізде Арсен өте көп қоқыс жинап келді. Аздаған уақыт ішінде. Сен жеңімпазсың. Осы ойыннан кейін сезіміңмен бөлісші өзің? Сезімде енді ондай сезім жоқ. Не, жеңіске жетем деп ойладың ба басында кеткенінде? Жоқ. Ойлағаным ондай. Саған қайсы қоқыс жеңіске жетуіңе өз үлесін қосты деп ойлайсың? Шиша ғой. Шиша ма? Тамаша. Онда біз балалар бүгінгі ойынға ат салысып, сендерге осындай тазалыққа үлес қосқандарыңа алғыс білдіреміз, және де барлықтарыңа осындай міне балмұздақ. Гүлнұр, біздің мынау тазалық балалардың көзімен айдары өте қызықты өтті. Кентаудың балалары өте белсенді, өз тазалықтарын қосты деп ойлаймын. Бұдан кейін бұл балалар бұл аулаға қоқыс тастамайтын да шығар. Мынау көріп тұрғанымыздай бүгін көп ауданда кездеспейтін қап-қап қоқыс шықты. Балалар айтып жатыр жаңағындай шыны бөтелкелер немесе мынау түрлі сусындардың қалдықтары, одан бөлек түрлі жеңіл снектердің қалдықтары көп жатады екен. Бұл деген бір жағынан үлкен кісілердің, жастардың осындай ауланың тазалығын сақтамауы болса, екінші жағынан жастардың осы қоқыс екенін түсініп, сол қоқысқа сауаттылықтарының белгісі деп білеміз. Құрметті көрермен, осы тұста Кентау қаласының тұрғындарына, үлкен кісілерге, жастарға дәл осындай өздеріңіз ішіп жеген дүниені артынан жинап кету керек екенін айта кетуіміз жөн шығар. Олай болса, Гүлнұр, біз осы Кентаудағы тазалық таразысы бағдарламасын аяқтаймыз, және де келесі ауданда сіздермен кездескенше.